Саламатсыздар ма? Менің есімім Ұлжан, жасым 26-да, үйде отыратын анамын. Бір ұлым бар, есімі Ақназар, жасы 4-те. Бізде Ақназарда үш қату болды, жаңағы күнделікті барылған жоқ. Сосын тәбеті нашар болды, кез келген тамақты жемейді, таңдап қана жейтін болды. Сосын жаңағындай көбіне вирустарды жұқтырып, тұмаумен көбіне жиі ауырып кеттік. Балабақшаға барғалы баланың иммунитеті түсіп, часто ауыратын болды. Сондықтан біз баланың иммунитетін көтеру үшін осы дорамарин дәруменін қолдандық. Сосын врачқа бармайсың керек болды. Біз дорамаринді Instagram арқылы жаңағы жарнамалардан байқап қалдым. Сол жерде көп жақсы отзывтар болды. Және де менің бір-екі таныс ата-аналардан естідім, балаға өте жақсы көмектеседі, жаңағы иммунитетін көтереді, іш қату жөнінде де көмектеседі. Сондықтан осы витаминді алуды жөн көрдім. Сосын сол сайт жаңағы Instagram арқылы реклама ссылкаға кіру арқылы жаңағы менеджерларға хабарластым. Сол кісілерден консультация алып, қалай ішу керек, қалай қолдану керек бәрін түсіндірілді. И содан кейін бізге бір курстық несін бастап ішіп бастадық. Дорамаринді ішкелі баланың иммунитеті жақсарды, тәбеті жақсарды, тамақты талғамай жейтін болды, кез келген тамақты. Сонымен қатар тұмаумен ауырмайтын болдық. Бала активны бола бастады, көңіл күйі өзгерді, күнделікті жаңағы дәретке баратын болды. Біздің өзіміздің организмге балаға өте жақсы пайдасын тигізді. Осы дорамарин компаниясының бізге осындай өте жақсы дәруменді ұсынғандарына алғыс білдіремін. Бізге көмектесіп жаңағы алуға өзінің жеңілдіктерін, ұсыныстарын білдірген менеджерға үлкен рахмет. Барлық ата-аналарға осы дорамаринді қолданып баланың ағзасын, иммунитетін көтеруге кеңес беремін.